Сөздердің тура һәм ауыспалы мәнілер болады. Сөздердегі бірінші текарғы мәні бұл тура мәнісі, һәм сол мәні текарында екінші мәнінің пайда болуы бұл ауыспалы мәні. Мысалы, Полат орағы қолында. Екінші мысал, сом полаттан жаратылған білегі. Үшінші мысал, алтын қадірлі металл. Төртінші мысал, алтын күз басланды. Бесінші, ол жүрегі сап адам еді. 6. Майлы ауқат жүрегіме тиді. 7. Бүркіт әзір сирек ұшырасады. 8. Таудан ұшқан бүркіт болдым. 9. Оның беті суықтан қызарып кетті. 10. Тартынба, бетке айт. 11. Құмандағы су қайнады. 12. Атызда менет қайнады. Мысалдардағы полат, алтын, бүркіт, бет, қайнады сөздерінің бірінші мәнілері тура мәнілерді, екінші мәнілері мысалдардағы екінші мәні болса, сол тура мәні текарында ауысқан екінші ауысқан ауыспалы мәнілер болып табылады. Сөздердің текарғы мәнісі тура мәні делінеді. Бұларға мысалы арсланға жем болуды қалемеген адам оның тынышын алмағаны мақұл. Бұл жерде арслан деген текарғы мәні, яғни текарғы бұл жерде арслан хайуан мәнісінде келіп тұрды. Екінші мысалда, апам қолындағы алтын жүзігін шешіп маған ұсынды. Бұл жерде алтын сөзі де алтын жүзік, яғни текарғы металл мәнісінде келіп тұрды. Және мысал, ауылда арслан батыр пайда болды дегеннен һәмме зірілдесер еді деп алатұғын болсақ, бұл жерде арслан бірінші мәністен ауысқан мәніде, яғни адамды арсланға теңеп ауысқан мәнінде қолданып тұрды. Екінші мысал, ойлап көрсем, біз нағыз қара алтын кәнде жасайды екенбіз. Бұл жерде де болса, мысал қара алтын бірінші металл мәнісінен ауыспалы мәнінде келіп тұрды. Яғни бұл ауысқан тура мәнісінен ауыспалы мәніде келіп тұрды. Демек, сөздердің ауыспалы мәнісі затлар, құбылыстар арасында ұсаслық, қандай да бір белгі, қандай да бір салыстыру текарында текарғы мәніден екінші мәніге ауыстыруды айтады екенбіз. Ауыспалы мәнілі сөздер метафоралық, метонимиялық, синекдохалық һәм тағы басқа гиперболалық, литоталық ұсылларда сөз мәнісі тура мәнісінен екінші бір мәніске ауысады. Бұлар көркем шығармаларда көп қолданылады. Көркем шығармаларда сөздердің өткірлігін, образлылығын күшейту үшін қолданылады. Сөз мәнісінің тура мәнісінен көркем екінші мәніге аударылуы, ауысуын көркем суретлеу құралдары деп та қолданыламыз. Бұл әдеби тілде, әдеби тіл нормаларында қолданылады. Енді көркем суретлеу құралдары өзінің ішінде троплар һәм стилік фигуралар деп та екіге бөлінеді. Бұның былайынша апуайе түсіндіретін болсақ, троплар бұлар сөздердің тура мәнісінен екінші мәніге ауысуы. Троплар сөздердің лексикологияны өтіп басладық қой, сөздердің бірінші текарғы мәнісінен екінші образлы суретлеуге ауысуы не айтылады. Стилік фигуралар не? Стилік фигуралар бұл синтаксилік құбылыста. Яғни троплар бұл морфологиялық құбылыс болса, яғни айттым жаңа сөз мәнісінің екінші бір мәніге аударылуы, ауысуы десем, стилік фигуралар бұл синтаксилік құбылыс, яғни сөз тізбегінен басылады. Синтакс сөз тізбегі ең кіші бірлігі. Сөз тізбегінен сөз тізбеклерінің өзінің тура мәнісінен екінші бір мәніге ауысуы, ямаса гәптің ішіндегі орыларының алмасуы, ямаса гәптің ішінде сол синтаксилік құбылысқа стилік фигуралар делінеді. Бұл апуайы сөз мәнісінің ауысуының апуайы ұсылы үйренудің. Енді көркем суретлеу құралдары. Көркем суретлеу құралдары публицистикада, әдеби шығармаларда, көркем әдебиатларда көп қолданылады. Яғни адам өзінің пікірін, немесе дөретуші өзінің пікірін өткір, көркем етіп беру үшін қолданылады.